Көп ақшаға дайын болады 5 күндік практиканың бүгін 4-ші күні. 4-ші қадам ақшаға деген көзқарасты өзгерту деп аталады. Көп жағдайда біздің табысты болуымызға, бай болуымызға ақша емес, ол туралы түсініктеріміз кедергі жасайды. Сол үшін ақшаға қатысты кедергілермен жұмыс істегеніміз абзал. Алдымен осы постқа лайк басып, парақшама тіркеліп ал. Парақшамда ақшаға қатысты жазбалар, видеолар өте көп. Кеше ғана салған балалық шақтан қалған блогтар атты жазбаны міндетті түрде оқып шық. Ал бүгін біз ақшаға қатысты кедергілерден арылтатын бір әрекетті бірге жасайтын боламыз. Ол үшін дәл қазір ақша туралы өзіңнің бойыңдағы бір негативті ойды жазып, оны позитивке айналдыр. Мысалы, ақша қиындықпен келеді дегенді, ақша маған оңай әрі берекелі жолдармен келеді деп өзгертіңіз. Бұл практиканың мақсаты ішкі қарсылықты тоқтатып ақшамен дос болу. Осы қадамдарды өміріңе енгізсең, қаржылық деңгейіңнің көп ұзамай қалай өскенін байқамай қаласың. Келесі қадамды жіберіп алмас үшін парақшама тіркеліп, осы видеоны кемінде 10 досыңа жіберіп қой, оларға да пайдалы болсын.